Мінекей қазір мұсылмандығымыз өтіп алдық. Тоғдырдан керек сұрақтарды алайық. Бұл жерде баланың бағанағы жаңа туғаннан кейін қай кезде сүндеттейді, екінші үлкен кісілерде сүндеттелетін жағдай бар екен. Одан кейін үшінші сұрақ өздігінен сүндеттеліп туылу деген жағдай бар екен. Осыларға білгеніңіз айтсаңыз. Бұл жерде мынандай мәселе. Ислам шариғаты бойынша сүннет деп өзі айтып тұр. Сүннет бұл пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жасаған амалы, яғни сауап амал. Парыз бөлек, сүннет бөлек. Парыз деген ол жасау міндетті түрде. Ол адамның намаз оқуы, ораза ұстауы, солар парыз. Мысалы сүннет ол істеу керек нәрселер, сауапты амалдар. Бұл сүннет негізі бала туғаннан бастап, бала туылады, 7 күннен кейін сүннет жасала береді. 7 күн шариғаты бойынша 14 күн дейді, 40 күн дейді, 21 күн дейді, жасала береді. Бала туғаннан кейін 7 күннен кейін ба? Ол неге өйткені ол кезде балаларда мынау жүйке жүйесі толық дамымайды, және де қатты қанамайды. Кіндігімен бірге баладан тез жазылып келеді. Кіндігі де сол кезде кесіледі ғой мысалы. Иә, кіндігі. Сүннетті бірге жасалса тез жазылып келеді. Міне, керемет. Даже қанамайды, тез, олар сезбей қалады ол кезде. Одан кейінгі мәселе бізде 3 жас, 5 жас дейді қазақта. Қақ жаста сүндеттелу, иә. Оның сыры неде? Ол кезде сыры балаларда мысалы ол бала кішкене ес білсін, ертеңгілі күні өзінің сүннетін білсін, есінде қалсын деген мәселе. Бұл енді қатып қалған мәселе жоқ. Кейбір балаларда жаңағы Бағанағы әкесі кірмеу деген секілді. Жоқ, әкесі кірмеу деген ешқандай не жоқ. Енді әкесі қатты баласына жаны ашиды, кішкене көңілін алып қалмасын деген мәселе ғой. Бала әкесін көргеннен кейін кішкене босаңсып қояды, жылап қояды деген мәселе. Ырым дейсіз ғой енді. Сол бойынша. Бұлай енді қатып қалған бір ол кірсе болмайды, ойбай деген мәселе жоқ. Сүннет деген кезде әкесі кіруіне де болады. 3 жас, 5 жас ол да қатып қалған мәселе емес. 4 жаста жасай беру, 6 жаста жасай беру. Жас ерекшелігіне қарамайды. Өйткені кейбір балаларда бар, неше түрлі диагноз бар. Мысалы, фимоз деген бар, баланофастит деген бар. Олар не? Мына мүшенің басына, мүшенің басы айналып тұрмағаннан кейін ішіне мұз жиналады, кәдімгідей бала кішіретке шыға алмай қалады, қызарып қалады. Мысалы, бала 4 жаста. Не істеу керек? Сіз оның 5 жасын күтпейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. 3 жасын күтпейсіз. Сол кезде оны сүннеттей береді. Проблема. Бұл жерде ырым емес, ғылымға сүйену керек дейсіз ғой. Ғылымға сүйену. Енді бағана үлкен кісілердің сүндеттелуі. Енді неше бір жағдай болады мысалы. Мынау көбінесе келіп жатады бізде. Сосын көп үлкен кісілер неше түрлі заман бар. Кейбіреулер мұсылмандық қабылдайтындар бар. Орыстар бар. Кейбіреулер кішкентай кезінде әке-шешесі ерте қайтыс болып кетеді. Ол мәселе қалып қояды. Одан проблема жоқ. Жасатады. 30 жас, 40 жас. Мысалы біздің өзіміз жасаған практикамызда ең үлкен жас 80-дегі ақсақалға жасадық. 80-дегі жастың сүндеттелуі, міне керемет. 80 жастағы ақсақалға сүннет жасадық. Ол проблема жоқ, ешқандай. Жергілікті анестезиямен бәрін ауыртпай, 10-15 минуттың ішінде бітетін тірлік негізі. Ал енді өзіңнен сүндеттеліп туылу деген? Өзіңнен сүндеттеліп туылу деген бар енді. Олардың кездесіп жатыр, бірақ сирек өте кездеседі. Сосын көбінесе шала, басы жабылып тұрады кішкене. Ол кезде кішкене алып біз толықтай сүннеттеп үйде беріп жатамыз. Сол бір күн шақырады балам. Кешкісін анасы жуындырған баласын. Жуындырып жатқызып қойғаннан кейін ертесі тұрса бала сүндеттелді. Кәдімгі. Сонымен қояндының мешіті бар ғой енді. Мешітіне келіп молдасынан сұрап, осындай жағдай болған. Кәдімгі сүндет деп. Бала шомылғаннан кейін сүндеттелді депсіз ғой, е? Қандай мәселе бар? Енді бұл айтып отырсыз ғой, дәрігерлік практикада басын айналдырады дедік қой. Жаңағы мүшенің басын айналдырады. Бала өзі ойнайды, басын айналдырады. Кейбіреулерді жаңағы тесігі тарылып да бала қатты айналдырып жібереді. Қатты айналып та артқа кетіп қалады да, қайттан жабылмай қалады басы. Кейбіреулер соны сүннетке бөлеп қалуы мүмкін. Өйткені тері болды ғой туғанда басында. Ол кетіп қалуы мүмкін емес қой мысалы да. Енді сіздің айтып тұрған мәселеңізді білмеймін, бірақ мен өзім дәл практикамда балалар келеді де, кейбір әкелер басын ашам дейді де, қатты ашып жібереді. Сосын қысылып қалады головкасына, сосын қайттан жабылмай қалады. Сол сүннет сияқты болып көрініп қалады да. Оны дәрігерге көрсету керек, көрсетілмесе басы қысылып қалып, кішкене некроз дейді, кішкене қысылып қалып қалудан. Бұл кісінің айтуы енді діни ұғым бойынша першілер сүндеттеп кетті деген секілді әңгімелер бар ғой. Соған енді бана соған сайып тұр ғой. Сонда да дәрігерге көрсету керек дейсіз ғой, е? Көрсетіп алған. Сүндеттеді оны бірақ тағы да. Санаға сүндеттеді. Басы оның басы бала өзі кейбір олар басын ашады, басын бүйтіп ашады да, қайттан жаба алмай қалады. Сосын басы қызарып ісініп қалады. Тері қайттан жабылмай қалады. Сосын тура сүннет деген сияқты болып қалады. Бірақ мына жер қан жүрмей қызарып көгеріп қалуы мүмкін. Оны дәрігерге көрсетіп анықтап алу керек. Бұл жерде сүндеттеудің де үлкен пайдалы ролы болып тұр ғой, е? Әр адамзат үшін. Өте үлкен пайдасы. Оны бекерден бекер шариғат бекітпейді ғой.
мұсылмандар ошондой. Діни жағынан да, ғылыми жағынан да ерекше. Оны тек қана қазір мұсылмандық деп қарастыруға болмайды, қазір тек қана сүннетті. Өйткені мұсылман еместер де жасатып жатыр. Орыстар да өзінің Басқа діндегілер де. Оны қазір Америкада, Израильде, Израиль ол бұрыннан жасайды олар. Израиль ол, иә. Еврейлер туғаннан кейін 8 күн екен жасайды. Мұсылмандар 7 күн екен жасайды. Өйткені бір-біріне ұқсамау керек қой. Ал қазір Америкада балалар туады, қарадомда. Туғанда кірдігін кеседі, сүндетті бірге істеп жүреді. Американың өзінде де сүндеттеліп жатыр дейсіз ғой, иә? Сүндет жасап қояды. Түсіндік. Орыстар да көп жасатып жатыр. Пайдасын біліп жатыр да ғылыми тұрғыдан. Ғылыми тұрғыдан пайдасы мол дейсіз ғой. Өте үлкен таза. Керемет, рахмет. Құрметті мұсылман қауым, қалайық? Бұл жерде сіздерге де түсініксіз жағдай болып тұр ғой. Сүндеттегенде бұрын ұстарамен сүндеттелу, кейін наркоз шықты, наркозбен сүндеттеп қан шығарып дегендей болады. Бірақ бұл жерде лазермен деген сүндеттеу бұл кейінгі кезде қолға алынып жатыр. Бұл жерде қазір біздің доғдыр түсінік беріп кетті. Лазермен ешқандай несі жоқ қой, е? Ешқандай зияны жоқ, е? Ешқандай жоқ. Кесіледі, сол моментте кесіледі, тамырлар күйдіріледі, бет жабылып. Сізге лазермен жұмыс жасағалы қанша жылдай болды? 10 шақты жыл болды. Онша қанша бала болды бүгінге дейін есептеріңізде? 15 мың асып кетті. 15 мыңдай бала лазермен сүндеттелді. Сонда Қазақстанда қанша жыл болды қолданғалы? 10 жылдан асты дейсіз ғой, е? Жоқ, одан да бар. Біз жаспыз ғой, кейін келіп тұрды медицина. Оның алдында да жасап жатыр. Оның алдында да, е? Америка болсын, Түркия болсын, араб мемлекеттері болсын, бәрі соны жасайды, қазір көбісі жасайды. Дұрыс, рахмет.